Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, дүйсенбілік дәрістерімізді намаздың алдында жалғастырамыз. Біздер ақылақ дәрістері, соның ішінде ықылас тақырыбын негіз айтып жатқанбыз. Соңғы дәрісіміздің соңында біз Юсуф алейхиссаламға берілген Құрандағы сипат иннаху кана мин айбадина әл-мухласин деп келген екен. Әл-мухласин негізінде айттық, ықыласты пендені әл-мухлис деп айтады. Әл-мухлис. Бірақ Юсуф алейхиссалам әл-мухлас деп сипатталған екен. Сонда мухлис пен мухластың не айырмашылығы бар деген кезде, ол жерде мына риякерліктің негізінде жария түрі болады, жасырын түрі болады. Яғни кейде адам баласы риякерлікті ісімен көрсетеді, жаңағы мақтану ниетімен. Айтуы мүмкін, ауызбен бүйттім, сүйттім, яғни мақтану ниетімен. Бірақ кейде адам баласында ондай нәрсе болмайды. Ол ауызбен айтпайды, іспен көрсетпейді, жүрегінде бірақ риякерлікті қалайды. Бір нәрсе жақсылық істесе, анау мақтас екен деп тұрады ғой, жаңағы. Мақтамаса неге мақтамады екен деген сияқты нәрсе. Міне осы риякерліктің ол жасырын түрі екен. Сол мухлис деген ол жария риядан сақтанатын пенде болса, әл-мухлас деген ол жария да жасырын да риядан сақтанатын пенде деп айтылады екен. Мұсылман адам негізінде екеуінен де сақтану керек. Бүгінгі дәрісіміз негізі мына ықыласқа қатысты соңғы дәріс ықыласты қалыптастыру жолдары. Яғни ықыластың артықшылығын білдік, риякерліктің зиянын білдік. Жалпы пенде қалай ықыласты болса болады, жүрегімізде риякерлік болса, одан қалай құтыламыз біз деген кезде, енді пенде негізінде өзі жеке өзі алатын болса, ол әлсіз. Біз Алланың пәрменімен, жәрдемімен, Алланың беретін қуатымен ғана өзімізді тәрбиелей аламыз. Сол үшін кез келген бір жақсы мінезді, жақсы сипатты біздер қалайтын кезде оны Алладан сұрауымыз керек екен. Алладан сұрауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайдалы білім сұраған, адал ризық сұраған дұғаларында әлсіздіктен сақта деп сиынған, сараңдықтан сақта деп сиынған. Яғни қандай да бір жақсы мінез болатын болса, соны Алла тағаладан сұрауды үйретеді. Жаман мінез болатын болса, содан сақтануды сұрауды үйретеді. Рияға қатысты, мысалға, Аллахумма инна наузу бика минан нушрика бика шайан на'аламу. Уа Аллам, расында біз біліп тұрып саған серік келтіруден сыйынамыз дейді. Уа настағфирука лима ла на'аламу. Және де білмегеніміз үшін сенен кешірім сұраймыз, жарылқау тілейміз деген дұғасы бар. Яғни бұл дұға риякерліктен сақтану, сонымен қатар Алла тағаладан ықылас сұрау болып саналады. Омар радиаллаху анху айтады былай деп: уа Аллам, менің барлық амалымды ізге етші, яғни солих етші дейді. Оны тек сенің разылығыңды көздеп атқаруымды жазып, басқа ешкімнің үлесі болмауын нәсіп етші деп тілейді екен. Яғни пенде амалдарында біз жасап жатырмыз ізгі амал, немесе намаз оқып жатырмыз, ораза ұстап жатырмыз. Бірақ егерде оған риякерлік араласып кететін болса, тіпті Алланың разылығы үшін деген мүлде үлес болмайтын болса, онда біздің амалымыз зая кетеді. Сол үшін пенде ықыласты Алладан сұрау өте маңызды екен. Екінші, рияның зардабын білу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендер үшін қорқатын нәрселерінің ішіндегі ең бір қорқатыным не деп айтқан? Ол кіші серік келтіру. Ол не нәрсе деген кезде риякерлік деп айтқан. Ахуафу ма ахафу алейкум. Яғни жай ғана қорыққан емес, сендер үшін ең бір қорқатыным, яғни Алла тағаланың ең сүйікті құлы, адамзаттың ішінен таңдалған пайғамбарлардың соңғы мөрі, үмбеті үшін қорқатын болса, ол жай ғана нәрсе емес деген сөз.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам риякерліктен үмбеті үшін қатты қорыққан. Ал біз оған жай қарауға болмайды екен да. Яғни осы нәрседе риякерлік болып кеткен жоқ па? Жүрегіне пенде әрдайым үңіліп, сол нәрседен амалымызды тазалап отыру өте маңызды. Үшінші, ізгілік амалдарды жасыруға өзімізді тәрбиелеу. Бізге жалпы енді амалдар, кейбір жасыру мүмкін емес амалдар бар да. Яғни сол үшін амалдарды бөледі. Шариғатта жария атқарылу бекітілген тағат құлшылықтар. Мысалға азан айту. Қазір мысалы азан айтылды, мен азанды жария айтам, өйткені рия болып кетеді деп ешкім айта алмайды. Өйткені ол шариғатта өзі солай жария айтылады. Ол мұсылмандарды намаз уақытын кірген білдіріп шақырту. Немесе жамағат намазына бару. Жамағат намазы 27 есе артық сауабы. Бірақ мен жамағат намазына бармаймын, рия болып кетеді деп жатса, ол дұрыс нәрсе емес. Өйткені ол әлі шариғаттың, ғибадат құлшылықтың мән маңызын, риякерліктің не екендігін әлі дұрыс түсінбеген деген сөз. Немесе жұма намазын оқу, айт намазына бару. Осындай жария атқарылатын құлшылық, тағат құлшылықтар бар. Ол жерде риякерлік жоқ, ол жерде ішкі ниетімізді, ықыласымызды жөндеу маңызды. Екінші, жасыру жария атқарылудан абзал деп танылатын тағат құлшылықтар. Мысалға, дұға ету. Құранда не дейді? Удғу роббакум тадарруан ва хуфиятан деп келеді. Алла тағаладан Раббыларыңа, яғни жалына отырып, жасырын бәсең дауыспенен дұға етіңдер деп айтады. Бізде Ханафи мазхабында әминді іштен айтатындығын да негізі ең үлкен дәлелі осы. Өйткені әмин дегеннің дұға екендігіне барлығы келіскен. Ал дұға болғандықтан оны жасырын айтамыз да. Яғни өйткені Алла тағаладан жасырын дауыспен дұға ет деп тұр. Содан үшінші амалдар бар. Кейде жасырын, кейде жария атқарылатын тағат құлшылықтар. Мысалға, садақа беру. Садақа әрине ол жасырын берген жақсы, я? Ин тубду садақати фа ни'имма хия дейді. Ва ин тухфуха ва ту'туха ал-фуқара фа хуа хайрун лакум. Қараңыздаршы, садақаларды жария түрде бергендерің қандай жақсы дейді. Ал егер пақырларға жасырын түрде берсеңдер, бұл өздерің үшін әлде қайда хайырлы болмақ дейді. Яғни жария беруге де болады, бірақ жасырын атқарылу хайырлы. Бірақ кейде жария атқару ол насихат болуы мүмкін. Мысалы, бір адамдар садақаның не екендігін білмейді. Сіз беріп жіберсеңіз, аналардың беруіне де себепші боласыз. Ол кезде жаңағыдай жария бересіз, ниетіңіз жөндеп алып деген сияқты. Яғни осындай нәрселерді білу керек. Тарихта өте көп. Мысалға, Али ибн ал-Хусейн, ол кісі халыққа әрдайым садақа беріп, мұқтаждарға, жетім жесірлерге садақа таратып тұрады екен де, бірақ кім екендігін ешкім білмейді. Мұқтаждар күнделікті өзінің жейтін асын біреу таратып кетеді, ешкім білмейді. Бірақ ол кісі дүниеден өткеннен кейін барып білген екен де, өйткені дүниеден өткеннен кейін жаңағыдай жақсылықтар тоқтап қалады. Осындай тарихта адамдар өте көп болған. Мысалы, қасиетті Құранда тахаджуд намаз туралы бар. Татажафа джунубухум анил мадажи ядуна роббахум хауфат ва тамаа деп келетін жаңа аят. Сәжде сүресінде ғой деймін. Яғни олар жамбастарын төсектен ажыратып, Раббыларынан қорқып, үміт ете отырып жалбарынады. Яғни тахаджудтегі адамның халін сипаттайды ғой. Бірақ осы нәрсені айтып келіп, фәлә та'аламу нафсун ма ухфия лахум дейді. Бірақ олар үшін не жасырылғандығын ешбір жан білмейді дейді. Мин қурратин аюнин бима кану я'малун. Яғни олардың істегендер үшін қандай сыйлық берілетіндігін ешкім білмейтіндігін айтып жатыр. Ғалымдар айтады, не үшін оларға берілетін сыйды ешкім білмейді?
Өйткені олар да бұл дүниеде Алла тағалаға деген түнгі құлшылықтарын жасырын орындайтын еді дейді. Олар жасырын орындайды, және де оларға берілетін есепсіз сыйлықта өзгелерден жасырын түрде беріледі екен да, қараңыздар. Фудайл ибн Аят айтады дейді, амалды адамдар үшін тәрк ету риякерлік дейді. Мысалы кейде болады, адам сапарда жүрсіз, жолда жүрсіз, намаз оқиын десең, әсіресе алғашқы намаз келген кезде адам ойлауы мүмкін, намаз оқысам ұят, аналар не деп ойлап қалады деп намаз тастап қоюы мүмкін, Құдай сақтасын. Бірақ сол адамдар ризалық үшін жаңағы нәрсені тастап қою, ол риякерлік дейді. Яғни риякерлік бір көрсетіп адамдардың ризалық үшін істеу ғана емес, адамдардың ризалық үшін тәрк ету де риякерлік екен да. Ал адамдардың ризалығы үшін атқару дейді. Яғни Алла үшін емес, ана бір адам риза болсын деп бізге амал істесеңіз, онда ол серік келтіру дейді. Алла тағаланың сені осы екеуінен сақтауы дейді, ол ықылас дейді екен да, қараңыздаршы. Яғни риякерліктен сақтанатын адам адамдардың ризалығы үшін тәрк етпеу керек. Алланың ризалығы үшін тәрк ету керек. Адамдардың ризалығы үшін орындамау керек, Алланың ризалығы үшін орындау керек та. Сонда ол ықыласқа сай болады екен. Соңғы адамдардың алдында мәртебе, беделге ие болуды қаламау дейді. Яғни ізгі амал арқылы Алланың ризалығы емес, адамдардың алдында бір беделге ие болу. Мынау былай екен деп айтсын деп істемеу, мынау жомарт екен деген сөзді қалап істемеу. Яғни ол деген пенденің жүрегіндегі жасырын дүниелер ғой. Адам әрдайым жүрегіне үңіліп, жүрегін осындай бір рухани дерттерден тазалап отырмаса, кейде ықыласты болып жүрген адам салғырттығы себепті жаңағыдай дерттерге түсіп кетуі мүмкін да. Сол үшін анау табиғиндер кезінде сахабалардың пайғамбармен саллаллаху алейхи уассалам жүрген кездегі істеген амалдарын, олардың берген садақаларын, құлшылықтарын, ғибадаттары туралы естиді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өтіп кеткен жаңа табиғиндер сахабалардан сұрап отырып, сендер қалай істедіңдер бұндай амалдарды деген кезде айтады дейді ғой, біздер үшін ол амалдарды істеу қиын болған жоқ дейді. Біздер үшін ең қиын болған нәрсе ол ниетімізді жаңарту болды деп айтады екен ғой. Сол үшін ниетті жаңартып отыру, намаздың алдында да біз ықыласымызды нақтылап, ниетімізді жаңартамыз. Халисан лиллахи та'ала деп құлақ қағуымыз, оның барлығы бекер емес та. Кейде намаздың алдында ниетімізді жаңартып тұрып басқа нәрсені ойлап тұруымыз мүмкін. Сол сияқты кез келген ғибадат, иннамал а'малу бинният. Расында барлық амалдар ол ниеттерге байланысты. Алла Тағала шынайы ниет, баршамызға шынайы ықылас нәсіп етіп, риякерлік сияқты түрлі рухани дерттерден, жүрек дерттерінен біздерді сақтасын. Алла Тағала береке, жақсылығын берсін. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва натубу илейк, бирахматика архамар рахим.